Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша күрделі сөздер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 133-ші сабақ. Балалар, күрделі сөздер жөнінде білетінімізді еске түсірейік. Ол үшін мына бейне жазбаны қарауды ұсынамын. Сөздер құрамына қарай дара және күрделі болатынын білеміз. Сөздердің құрамында бір ғана түбір болса дара, екі түбір немесе одан көп түбір болса, күрделі болып саналатынында таныс. Оларды мына сурет бойынша еске түсіреміз. Күрделі сөздер туралы мыналарды еске сақтайық. Күрделі сөздердің құрамындағы сөздер әр түрлі дыбыстық өзгерістерге ұшырап барып пайда болған түрлерін біліп ал. Мысалы, әкел, алып кел, әпер, алып бер, әкет, алып кет, қайнаға, қайнаға, бүгін, бұл күн, тағы басқалар. Құрамындағы сөздер өзгеріссіз бірігіп жасалған күрделі сөздерде көп. Мысалы, атқора, елдос, қылғалам, тағы басқалар. Екі сөздің тіркесіп, бір атау болып пайда болған күрделі сөздерде көп. Мысалы, темір, жол, алты бақан, сарала, қаз, тағы басқалар. Сөздер қайталанып жұмсалып та, күрделі сөздер жасалады. Мысалы, әрең-әрең, он-оннан, үлкен-үлкен, ұзын-қысқа, ата-ана, тағы басқалары. Екі немесе одан да көп атау сөздер қысқартылып жасалған сөздерде аз емес. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымы, медбике, медициналық бике, Алматы ұлттық медицина университеті, тағы басқалары. Бұл айтылғандардан сөйтіп мынандай ереже туындайды. Қазақ тілінде күрделі сөздер жасалу түріне қарай, сыртқы кескін тұрпатына қарай біріккен сөздер, тіркескен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер болып топталады. Күрделі сөздер, біріккен сөздер, Назгүл, Аманбай, отбасы. Тіркескен сөздер, алып сатар, киік оты, дүние жүзі. Қос сөздер, гүл-гүл, аман-есен, ыңқ-ыңқ. Қысқарған сөздер, қыры, педколледж. Мінекей балалар, күрделі сөздер және күрделі сөздердің түрлері жайлы еске түсірдік. Ендеше оқулығымыздың 132-ші бетіндегі 70-ші жаттығуға назар аударыңдар. Мақал-мәтелді көркемдеп жаз. Күш білімде. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Көркемдеп жазамыз. Және де мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіреміз. Келесі жаттығу, 71-ші жаттығу. Сөз тіркестерін бір бөлек, күрделі сөздерді бір бөлек топтастыр. Сөз тіркестері. Серуенге шығу. Күрделі сөздер 150. Қалғандарын толықтырып, топтастырып жазыңдар. Үй тапсырмасы. 130-ші бетіндегі 72-ші жаттығу. Күрделі сөздерді түріне қарай топтастырып, көшіріп жаз. Бұл сөздер неліктен күрделі сөз деп аталады? Күрделі сөздердің мағынасын түсіндір және кейбіреуіне сөйлемдер құраңдар. Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.